Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей мінекей тағы да жаңа өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей, қараңыздаршы. Мінекей өте жақындатып та көрсетейін. Міне қандай керемет тамаша, иә? Мына оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Көрдіңіздер қандай керемет тамаша. Бұл өрнек өзі оңай тоқылады және екі қатардан тұрады. Және үш көзден, мінекей, араларын тек қана екі теріс қана бөліп тұр. Мінекей. Ал кеттік ендеше осы өрнекті бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде 14 көз алдым. Қазір бастапқы бірінші қатарын тоқитын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші көзді іліп аламыз және екі оң, үш теріс тоқитын боламыз. Екі оң, енді үш теріс. Біреу, екеу, үшеу. Тағы қайталап жіберейік. Екі оң, үш теріс. Біреу, екеу, үшеу. Соңғысы екі оң. Осымен бастапқы бір қатарымыз аяқталды. Енді оң бетіне келдік. Енді негізгі өрнекті тоқитын боламыз. Бұл өрнегіміздің бірінші қатары. Бірінші көзді іліп алдық. Енді екі теріс. Біреу, екеу. Енді мына өрнегімізге келсек, біз мына ортадағы, ортадағы көзді біз бірінші көзбен екеуінің орнын ауыстырып, мінекей, мына бірінші көз болып есептелінеді. Енді бұны біз оң қылып тоқимыз. Және мына екінші көзді біз тоқымай өтемізді оң білдегешке ауыстырамыз. Ұзын жіп артта қалады. Және үшінші көзді біз оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Екі теріс. Мына ортадағы көзді біз шеткі көзбен екеуінің орнын ауыстырып, мына бірінші көзді біз оң қылып тоқимыз. Екінші көзді біз тоқымай өтеміз. Үшінші көзді біз оң қылып тоқимыз. Және де соңғысы үш теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Бірінші көзді іліп алдық. Енді екі оң. Енді қараңыздар, мынау ұзын жіп артта қалғаны дұрыс. Қазір біз жібі іліп алғанға, мына оңай болады. Жіпті алғанға. Мына біз екінші көзді қазір алдық. Сөйтеміз, мына бірінші көзбен екеуінің орнын ауыстырамыз. Енді ұзын жіпті алға қарай жіберіп, бірінші көзді біз терісіне тоқимыз. Екінші көзді ілмей тоқымай өтеміз. Және үшінші көзді біз теріс қылып тоқимыз. Екі оң. Тағы бір қайталап жіберейік. Мынау арт жақтан біз екінші көзбен бірінші көздің екеуінің орнын ауыстырып жібереміз да. Бірінші көзді біз теріс қылып тоқимыз. Екінші көзді біз тоқымай өтеміз. Және үшінші көзді біз теріс қылып тоқимыз. Соңғысы екі оң. Осымен өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Жаңа айтқандай, өзі бұл өрнек бар болғаны екі қатардан тұрады. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейін. Екі теріс. Мына ортадағы жіпті шеткі жіппен екеуінің орнын ауыстырамыз да. Бірінші көзді біз оң қылып тоқимыз. Екінші көзді біз тоқымай өтеміз. Және үшінші көзді біз оң қылып тоқимыз. Екі теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. Ортадағы жіпті шеткі жіппен екі көзді екеуінің орнын ауыстырып, бірінші көзді оң қылып тоқимыз. Екінші көзді біз тоқымай өтеміз. Және үшінші көзді біз оң қылып тоқимыз. Сонда әр тоққан сайын ортадағы жіпті біз тоқымай өтіп кете беретін боламыз. Соңғысы екі теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екі оң.
екі оң. Қазір біз мына ортадағы жіп пен шеткі жіптің екеуінің орнын ауыстырып, бірінші көзді біз теріс қылып тоқимыз. Екінші көзді біз мінекей тоқымай өтеміз, және үшінші көзді біз терісінен тоқитын боламыз. Екі оң. Тағы бір қайталап жіберейік. Ортадағы жіп пен шеткі жіптің екеуінің орнын ауыстырып, бірінші көзді біз терісіне тоқимыз. Екінші көзді біз мінекей тоқымай өттік, және үшінші көзді біз терісіне тоқыдық. Соңғысы екі оң. Осымен өрнегіміздің екінші қатары аяқталды. Мінекей. Көрдіңіз ғой, әзірге онша көрінбейді, бірақ ашық түсті жіптермен тоқса негізі әдемі болып шығады өрнек. Көрдіңіздер ғой. Ал енді үлкен өрнегімізді көріп жіберейік. Мінекей қандай керемет тамаша, иә? Қандай тамаша, кәдімгі бұрым сияқты болып көрініп тұр. Иә? Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.